кеше Дастан Құрманбаев деген ұстаздың сабағы басталған ана Арбита мешітінде. Сонда Абдулмажид Чарнуби деген үлкен жаңағы ғалымның сөзін айтып жатыр, қандай күшті. Сол сахабалар қызмет жасауға ұрынды ғой дейді пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға. Дұрыс па? Барлығы қызмет жасағысы келді. Біреу құманын алып жүгіріп, дұрыс па пайғамбар? Көлеңкесі деп ата қалған сахабалар бар, көлеңке деген түсікті ғой, ажырамайды сенен анау дейтін. Тек Айша анамыздың қасына барғанда ажырайды шығар. Қалған уақыттың барлығында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бірдеңе үйреніп қалайын деп жүргенін дейді да. Батасын қаншама сахаба батасын алып кеткен ғой, білесіздер ме? Анас ибн Маликке қандай жақсы бата берген. 10 жыл көлеңке болған сол біреу. Анас ибн Малик. Алла өміріңе, бала шағаңа, мал дүниеңе береке. 300 немере шөбересін көрген дейді көзімен. 300. Малы дейді, оның малынан асқан мал болған жоқ дейді Анас ибн Малик. Өмірі 101 жасқа дейін жеткен дейді. Бір ғасыр өмір сүрген. Батасын алды ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Сол сияқты жаңа ғалымның сөзін айтып жатыр ұстаз. Енді мына жерде барлығымыз батасын алғымыз келеді ғой, дұрыс па? Пайғамбар болса қазір кеттік қой бәріміз. Қырыламыз ғой мына жерде. Мен ұстаймын шапанды, сен ұстайсың. Қандай да бір момын мұсылман дейді, сондай уайыммен өмір сүріп жүрсе, сол уайымы арқылы пайғамбардың өмір баянын немесе оның шәмәйіл дейді ғой, пайғамбар саллаллаху түр сипат болмысын тыңдауға, сабаққа келсе, ол пайғамбарға қызмет жасаған адаммен бірдей болады деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Осындай бірдеңелер шығып кете береді арасында.